Құрамы 2 заттан тұратын үй жағдайында дәмді балмұздақ жасауды көрсетемін. Бізде өте дәмді, ешқандай қоспаларсыз, өте керемет болып шығады. Бірге жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін қараймыз. Ыдысымызға салқын сливкимізді құйып аламыз. Және де миксердің жай жылдамдағаннан бастап миксерлейміз. Сливкиіміз қоюланғанша миксерлеп шығамыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан көптеген пайдалы оңай рецепттерді таба аласыздар. Осылай қоюланғанша миксерлеп аламыз. Және де жарты банка қойытылған сүтті құямыз. Бір келкі болғанша миксерлейміз. Массамыз бір келкі болғанша осылай миксерлейміз. Бізде осындай формасын ұстайтын массамыз дайын болды. Ал енді арнайы ыдысымызға салып аламыз. Кемінде 4 сағаттай ұстасаңыздар, балмұздақтарыңыз дайын болады. Осылай бір келкі етіп тегістеп, мұздатуға қақпағын жауып жібереміз. Ал бізде балмұздағымыз дайын болды. Үй жағдайында табиғи. Арнайы ыдыстарымызға осылай сәндейміз. Салып аламыз. Дәмі де өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте тамаша болып шықты. Қалауларыңыз бойынша шоколадпен және де жемістермен ұсына берсеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.